Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пайдалы қызылша салатының рецептін бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қызылша, картоп, жұмыртқа, тұз және майонез қажет болады. Барлығын алдын ала қайнатып аламыз. Алдымен картошкамызды кубик етіп турап аламыз. Барлық ингредиенттерді алдын ала турап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Картошкамызды турап алдық, енді оны ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте қызылшамызды да кубик етіп турап аламыз. Мінекей қызылшамызды турап алдық, енді оны картошкамыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды да кубик етіп тураймыз. Достар, міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі пайдалы. Жұмыртқамызды турап алдық, енді оны қызылшамыздың үстіне саламыз. Салатымызға дәміне қарай тұз және майонезімізді қосып, қасықпен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей, осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ал ас болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өз отбасыңызды тек қана дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер.